Ассалаумағалейкум бауырлар, біз Есік қаласына келдік. Қазір Есік қаласында Алина деген қарындасымыз тұрады. Оның ерекше баласы бар. Сол баласы жайында әңгімелеп беруін Алинаның өзінен өтінген едік. Қазір бұйырса Алинаның үйіне кіріп, әңгімені ары қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум бауырлар, біз қазір мен жанымда тұрған Алинамен толық мән-жайдың қалай болғанын сіздерге түсіндіріп беру үшін ұзағырақ интервью жасап жатырмыз. Бұл жерде 5-10 минуттың ішінде. Сіздің ұлыңыздың есімі кім? Анвар. Анвар, Анвардың жағдайы қалай болғанын, не болғанын, қандай периодтардың өткенін, қандай ем қабылдаған жайды айтып берсеңіз толығымен, чтобы кішкене көрермендер білу үшін қандай балаға көмектесіп жатыр, қандай ем қабылдады, қандай ем қабылдау керек әлі, мүмкіншіліктері қандай, адамдар әртүрлі болады ғой. Сөзіңізді таныстырып, балаңыздың диагноздары, неге бұл жағдай болды айтып бересіңіз қысқаша бір. Ассаламу алейкум. Менің есімім Алина. Балам қазір 5 жасқа толады осы жыл, иншалла. Баламның 6 диагнозы бар. Жалпы аутизм, умственная отсталость, общее недоразвитие речи, сондай болып тұр. Жалпы айтады, дәрігерлер олардың емі жоқ, бірақ коррекцияға жасауға болады. Коррекция болғанмен мен оны Ташкентке апардым, Өзбекстанға. Бір курс сентябрьде алғанбыз. Бір курстың өзі бізге 700 мыңдай кетті. Ол жерде 10 күн ем алдық. Альхамдулилля, одан кейін кішкене өзгеріс бар. Даму кішкене болса да барып жатыр. Бұлай енді әлі жұмыс көп, коррекция жасау керек, реабилитация жасау керек. Біз тоқтамаймыз, осы жерде де апарып жүрміз. Оған қосымша тағы да болса, оған да қаражат, оған да. Сізде өзіңізде қазір получается ешқандай табыс көзі жоқ, не жоқ? Жоқ, ешқандай жоқ. Инвалидность алған жоқпын. Өйткені оның жұмысы көп, 2 жылдай онымен жүріп жүрмін. Бірақ ешқандай. Инвалидность Анварға ала алмай жатса, не себеп? Сол бізде учетта тұрмайды дейді. Негізі 6 диагнозбен уже 2 жылдай тұрмыз официально. Бірақ психбольницаға біз Талгарский детский психбольницаға осы былтыр декабрьде жатқанбыз, 1 ай жатып шықтық. Содан бері 4-6 ай күтеміз. Олардың жаңағы. Сізге енді қазір олар не жауап берді соңғысында? Күтеміз. Қанша жарты жыл? Иә. Жарты жылдан кейін сізге инвалидность береді? Жоқ, оны қайтадан өтеміз бүкіл врачтардан. Егер 1040 анализ. Иә, ол кешігіп болса тағы да өтуің керексің? Иә, обязательно. Әйтеуір бір алға қарай соза беру ғой. Сіз неге Ташкентке бардыңыз? Мына Қазақстанда рекомендация или... Иә, енді сондай чат бар, мамочкалар. Апарып жүрген кісілер көп. Солардан естіп, соны бір көрейінші деп апарғам. Жалпы осы Қазақстанда апарған жерімнен кішкене не жоқ. Өйткені олар ондай терапия жоқ. Қазақстанда емге апарсаңыз, ондай бір результат көрмейсіз, Ташкентке алып барғаннан кейін сізде результат болды, и сол нәрсені қайталауыңыз керек. Иә, ол 3 ай сайын апару керек ол жаққа. Қараңыз, мысалға сіз апардыңыз жазда, одан кейін сіз қашан апаруыңыз керек еді тағы да? 3 ай сайын. Яғни декабрьде. Иә. Қазір сіз уже жарты жыл өтіп кетті. Қазір енді сізге шамамен қанша керек ол жаққа барып келу үшін? 500 мың теңге. Бір курс. 500 мың теңге, бір курс, енді мен уже сізден біраз нәрсе біліп алдым ғой, бірақ та көрерменге қызық болуы мүмкін. Неге сіз өзіңіздің жаңағы жақындарыңыз, туыстарыңыз 500 мың теңге деген, бұлар адамдарға негізі қатты үлкен қаражат сумма емес қой. Бірақ негізі болған шығар тұрмыз. Мен өзім жетіммін. Жетім болғаннан кейін, мысалы менде 3 бала бар, соларды бағып отырмын. Қазір 3 жасқа дейін пособие алып жүргем. Оған дейін, альхамдулилля, нормально болды. Қанша пособие айына? 120 мың. 120 мың жетуші ме еді? Альхамдулилля, жетіп жатыр. Басқа табыс көзі жоқ ешқандай? Жұмыс істемейсіз? Қандай жұмыс істей аласыз?
жұмыс Сіз енді негізі өзіңіз қандай жұмыс істей алар едіңіз? негізі көп. Иә? Иә, По специальности бір оқыған бірдеңе бар ма? жоқ. Істей аласыз ба? Иә, Яғни мүмкіншілік болып жатса жұмыс істеуге болады, бірақ сіз өкінішке қарай жұмыс істей алмайсыз, потому Иә, что балаңыздың жанынан кете алмайсыз. иә, и сосын одан кейін кішкентайым бар. Мгм. Сол екеуіне бірдей қарау керекпін. Мгм. Құрметті бауырларда, енді біздің комментарийде, қалай айтсам болады, бір жестокий бір коммент жазылмақтар бар да. Сол кісілерге, құрметті бауырлар, енді біз сбор ашатын кезде әр жағдайға қараймыз. Себебі бір адамдар болады, шынымен де осы сборға жатып алған. Осы сбордың арқасында өмір сүреді, зор болмаса басқа ештеңе істемейді. Жұмыс істейсіз бе десең, бір қашқақтайды, қалай айтсам болады. Бұл жағдайда шынымен бұл кісінің балалары кішкентай. Балалар кішкентай болғанда да екінші баласы ерекше бала. Алланың қалауымен солай болып қалған. Сондықтан Алина қазіргі таңда балалардың жанынан кете алмайды. Алып отқан АСП тоқтаған, инвалидность тоже жоқ, семьяға кіріп отқан табыс көзі ешқандай жоқ. Сондықтан шамамыз келгенше, мейлінше комментарийға сөкпей, мейлінше өзіміздің бауырларымыз үшін жанашыр болайық, дұғада болайық. Себебі бұндай сынақтан ешкім азат етілмеген. Әр қайсымыздың баламыз бар, өсіп келе жатқан, болашақта дүниеге келетін балаларымыз бар. Сондықтан Алла тағала бұндай сынақтан сақтасын. Енді Алла тағала Алина бауырымыздың басына бұл нәрсені берген екен. Алла жеңілдетсін. Қазіргі таңда біздің сбордың суммасы 500 мың теңге деп ашып отырмыз. Мен өзімнің шотыма жинамаймын. Алинаның Каспий нөмірін, Каспий ғой, Алинаның Каспий нөмірін астына жазып тіркеп кетемін. Сондықтан осы нөмірге шамаларыңыз келгенше максимально әр адам бір 1000 теңгеден 500 адам жіберетін болса, 500 мың жинау. 1000 теңге деген негізі бір қатты үлкен сумма емес. 1000 теңге деген қазір адамдар су алып іше салады ғой. Сондықтан бір күндік бір обедіңізден, бір күндік бір өзіңіздің ниеттен Алла разышылығы үшін деп бөліп отқан бір ақшаңызды Алина бауырымызға бұрсақ, мен ойымша 500 мың теңгені 2-3 күннің ішінде жинап тастайтын шығармыз деген үміттемін. Алла жар болсын. Тағы да бұйырса, Алла нәсіп етсе, ары қарай ақша жиналғаннан кейін Алинамен хабарласып отырып, қаншалықты ем қабылданғанын барлық сіздерге шама келгенше көрсететін боламыз. Құрметті бауырлар, әңгімені естідіңіздер. Негізі жағдай сәл өкінішті, қиын, бұндай нәрселер көп, білем, адамдар бәрі жалақ кеткен. Бірақ дегенмен әр ананың бір кішкентай бір үміті болады. Баласы өзімен өзі бір дамып кетсе екен, өзімен өзі болып кетсе екен. Себебі Алина қазір баласының жанынан баласын тастап кете алмайды. Күндіз-түні сол баланың жанында болуға мұқтаж, өзі шығып жұмыс істей алмайды. Қиын жағдай. Бірақ біз шамамыз келгенше Алинаға көмектесе аламыз. Астында Алинаның есепшоттары көрсетілген. Өздеріңіздің қаражаттарыңызды шамаларыңыз жеткенше аударып қойсаңыздар жақсы болар еді. Біздің каналға тіркеліп қойыңыздар, лүпілдеріңізді басып, астына өздеріңіздің жақсы пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.